Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздермен жүгері шашағының таңғажайып пайдасын білетін боламыз. Кәдімгі жүгері шашағы жай ғана өсімдік бөлігі емес, ол ағзада зор пайдасын беретін табиғи ем. Қане бірге талқылайық. Қолдап, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жүгері шашағы жүгерінің жібі, яғни собықтың сыртындағы жіңішке жіпшелер халық медицинасында ертеден қолданылады. Оның құрамында дәрумендер мен минералдар мен биологиялық белсенділік заттар көп. Негізгі пайда жақтары зәр айдаушы әсері бар. Бүйрек пен қуықтың жұмысын жақсартады, ісінуді азайтады, денеден артық суды шығарады. Өт айдаушы қасиеті бар. Өт қабының жұмысын реттейді. Өт тасы ауруында бауырдың кейбір дерттерінде көмекші құрал ретінде қолданылады. Қан құрамына әсер етеді. Қанның ұюын азайтады. Тромб түзілуін алдын алады. Қан қысымын түсіруге көмектеседі. Ас қорытуға пайдалы. Асқазандағы ауырлықты басады. Өт бөлінуін жақсартып, ас қорыту процесін жеңілдетеді. Витаминдер мен микроэлементтерге бай, калий, магний, темір, кальций, сондай-ақ С дәрумендерге бай. Иммунитетті күшейтеді. Қолдану тәсілдері жүгері шашағының кептіріп, тұнба немесе қайнатпа дайындайды. Әдетте бір ас қасық кепкен шашақты бір стақан қайнаған суға салып 20 минут тұндырады. Күніне 2-3 рет ішуге болады. Бірақ жүгері шашағы ұзақ уақыт қолданар алдында дәрігердің кеңесіңіз. Жүгері шашағы ас қорытуды бірнеше жағынан пайдалы. Өт бөлінуін жақсартады. Ас қорыту процесінде өттің бөлінуі үлкен рөл атқарады. Ол майларды ыдыратады. Асқазан мен ішектің жұмысын жеңілдетеді. Жүгері шашақтары өттің бөлінуін ынталандырады. Асқазан ішек жолындағы ауырлықты азайтады. Тамақтан кейінгі кебу, жүрек айну, ас қорытудың баяулауы кезінде жеңілдетеді. Бауырдың жұмысын қолдайды. Бауырдың дұрыс жұмыс істеуі де ас қорытумен тығыз байланысты. Жүгері шашақтары бауырдағы өттің ағысын реттеп, ас қорытуға жанама түрде көмектеседі. Аштықты реттеуі мүмкін. Құрамындағы биологиялық белсенді заттар асқа тәбетті бір қалыпқа келтіреді. Яғни жүгері шашақтарының қайнатпасы немесе тұнбасы асқазан ішек жұмысы баяулап қалған кезде пайдалы болады. Жүгері шашағы асқазаны тазалау қасиетімен де белгілі. Ол былай әсер етеді. Зәр айдау арқылы артық сұйықтықты, тұзды, улы заттарды, яғни шлактарды несеппен бірге шығарады. Осылайша ісіну азаяды. Бүйрек жұмысы жеңілдейді. Өтті айдау арқылы өттің ағуын жақсартып, бауыр мен өт қабыну жоюға көмектеседі. Бұл ағзадан артық майлы өнімдерді ыдыратуын, уыттарды бөлінуін қолдайды. Қанды тазалауға көмектеседі. Құрамындағы биофлавоноидтар мен дәрумендер қан тамырын нығайтып, қанның құрамындағы зиянды заттарды жиналуын тежейді. Тұздардың жиналуын азайтады. Буындарда, бүйректе артық тұз бен минералдардың тұрып қалуын болдырмайды. Сол себепті халық медицинасында подагра, бүйрек тасы сияқты аурулардың алдын алу үшін қолданылады. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, қолдап, лайк басып кетіңіздер.